барлығы банкі жауап біткен кезде мен банкі жауап бастадым, осылай помидордан салат жасайын дедім. Ал шено баклажаныңды тесті ғой мына пакетімізді. Енді сапасыз болсаңдар амал жоқ қой енді. Біз бөлек қойшы, мына екеуінің ұрысына миымыз ашып кетті ғой тегі. Ұрыспай тұрмайды ол. Бізді тазалап жуу опасныймыз, а то банкілерің атылып кетуі мүмкін. Иә, осы баклажаннан салат жапса көбісі атылып кетті дейді. Сол не үшін қыздар жақсылап жумағаннан ба? Иә, ішімізді сыртымызды жақсылап тазалайсың ғой. Одан емес, ол негізі крышкадан деп айтады көбісі. Білсеңіздер, сіздер маған комментарияға жаза кетіңіздер. Осылай барлығын іші сыртын ашып турап тастадым. Баклажан атылып кетпесін деп тұзды суға біраз уақыт осылай салып қойдым. Мына жақта сәбізді, пиязды, болгарскийді осылай кубиктап турап алдым. Мына жақта пияз турап алдым. И помидорды мен блендердан өткіздім. Менде мясорубка жоқ болған үшін осылай майда құйып қазанға бірінші пиязды қуырып бастадым. Артынан сәбіз салдым, оны жақсылап араластырып болған соң болгарский мен баклажанды бірге қосып салып жібердім. Оларды да жақсылап қуырылсын, атылып кетпесін деп қуырып, соның артынан помидорды салдым. Помидордың артынан осылай турап қойған чесноктарым бар еді, соны да салып жібердім, жақсылап араластырып, бір бұрқ еткізіп қайнаттым да, сосын сәл жай отта қайнатып қойдым. И светі деген мощный шықты ғой, енді атылмасын деп тілеймін.